Кемел адам, Қайрат Жолдыбайұлы. Ең ізгі адам. Хан баласында қазақтың қақысы бар. Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Әлихан Бөкейхан. Шәкәрім Құдайбердіұлы 1912 жылы Айхап журналы арқылы білімділерге қойған пәлсапалық күрделі сұрақтарының бірі ең жақсы адам қандай кісі деп келеді. Дәл осы сұрақты пайғамбарымызға сахабалар да қойған болатын. Алла елшісі адамдардың арасындағы Аллаға ең сүйікті адам, адамдарға көбірек пайдалы болған кісі. Аллаға ең сүйікті іс, адам баласына қуаныш сыйлай, біреудің қиыншылығын кетіру, қарызын жабу, аш адамның қарнын тойдыру болмақ. Бір адамның мұқтаждығына болысып, уақыт өткізу, мен үшін мына мешітте бір ай оңаша